Ең алдымен өзімді таныстыра кетейін. Менің есімім Алтынай Қасымханова. Мен нутрициолог, диетолог маманымын. Дұрыс тамақтануды қазіргі кезде көп адамдар зерттеп, өздерінің көптеген сұрақтарын қойып, және де оның қандай пайдасы бар екенін менен сұрап жатады. Сондықтан мен осы видеоны түсіруге шешім қабылдадым. Дұрыс тамақтану ол яғни сіздің ең алдымен мақсат қоюыңызға байланысты. Яғни егер де сіз дұрыс тамақтанам болды, мен осы дұрыс тамақтануды өзімнің лайфстайл деп айтады, өмірлік ұстанымым ретінде қабылдаймын десеңіздер, сіздерде бұл дұрыс тамақтану өте оңай басталады. Ал егер де сіз бір күні дұрыс тамақтанып, келесі күні безберекет басқа бір зиянды тамақтарды жеп, келесі күні қайтадан диетаға отырып, сөйтіп жүрсеңіздер, сіздерге бұл ешқандай да нәтиже алып келмейді. Ал бізге ең бастысы бұл нәтиже алу. Сол себептен қазір мен сізге видеода сіз осы дұрыс тамақтану кезінде қандай өзіңізге нәтижелер аласыз, яғни қандай дұрыс тамақтанудың пайдалы жақтары бар екенін айта кетемін. Ең басынан сіздің организміңізде түрлі токсиндердің шығуы байқалады. Бұл не дегеніміз? Яғни сіздер көптеген зиянды заттарды жегендіктен организмде олардың барлығы да токсин ретінде сақталады. Және бір адамдарда ол теріде түрлі жаралардың пайда болуы, немесе жаңағы акне деп айтамыз ғой, солардың шығуы болып байқалса, мысалы воспаление түрінде байқалса, иммунитеттің түсуіне әкеледі. Екіншіден, дұрыс тамақтанған кезде сіздің организміңізде түрлі энергияны алмасу процесі ұлғаяды да сіз энергияны аласыз. Сіз өзіңіз байқайсыз ба, кейбір тамақтарды жегеннен кейін сізді ұйқыға тартады, немесе сіздің энергияңыз таусылып, қайта-қайта шаршап қала бересіз. Бұның барлығы да сіздің тамақтануыңызға байланысты. Тамақтану бұл жерде үлкен рөл атқарады десем болады. Егер сіз дұрыс тамақтануға көшетін болсаңыз, сіздің энергияңыз одан сайын артып, сіз кішкене уақыт қана ұйықтағанның өзіне, яғни сіз мысалы 6 сағат, 7 сағат күніне ұйықтасаңыз, сіз ұйқыңыз қанып тұрады. Яғни одан кейін мысалы 10 сағат, 11 сағат ұйықтау сізге мүлдем қажет болмайды. Яғни күндізгі уақытта сіз сергек жүресіз. Үшіншісі, ол дұрыс тамақтану кезінде өзіңізді жеңіл сезінуіңіз. Құрамындағы белок, көмірсу және де майлардың үлесінің бір баланста болуы керек. Барлығын балансты түрде қабылдайтын болсақ, организмде бұл барлығы да витамин және минералдың тұрақтылығына және сіздердің денсаулығыңыздың мықты болуына әсер етеді. Төртіншісі, ол иммунитеттің жоғары болуы. Дұрыс тамақтану кезінде сіздің иммунитетіңіз жоғарылап, түрлі вирустық және бактериялық ауруларға төтеп беруге үлкен өзіңіздің қорыңызды жинайсыз, яғни иммунитетіңіз өте жақсы жұмыс жасайтын болады. Бесіншісі, бұл өзіңізді жас сезіну, яғни өзіңіздің дене бітіміңіз жақсарады. Екіншіден, теріңіз жақсарады. Мұның барлығы да сіздің әдемі болуыңызға, сонымен қатар қоршаған сіздің адамдар барлығы да сізге айтып отырады, міне сен жас көрінесің деп көптеген комплименттер еститін боласыз. Алтыншысы, ол дұрыс тамақтану кезінде стресс, түрлі депрессиялық, басқа да пессимистік ойлардың сізден аулақ болуы. Сіз өзіңізді жақсы көріп, өзіңізге тек сапалы да құнарлы тамақты, яғни құрамында витамин, минералы бай тамақтарды жеген кезде сіз өзіңізге деген махаббатыңызды көрсетесіз. Бұл өзіңіздің махаббатыңыздың бір көрсеткіші деп те қабылдауға болады. Осы айтылған барлық сипаттамалар, яғни дұрыс тамақтану кезінде сіздің өзіңізге алатын үлкен бонустар. Яғни егер сіз қазіргі кезде өзіңіз дұрыс тамақтануға көшкіңіз келіп жүрсе, бірақ ішіңізде көптеген сұрақтар болып, мазалап жүрген түрлі ойлар болса, егер де сіз қалай оны бастаймын деп жүрсеңіздер, маған осы консультацияға жазылсаңыздар болады. Консультация кезінде барлық ақпараттарды беремін. Сіздің өзіңізді индивидуально дейді ғой, жеке өзіңіздің симптомдарыңызбен, өзіңіздің запростарыңызбен барлығын бірге қарастырып, сізге өз рекомендацияларымды беремін. Соңында өзіңіздің егерде анализдарыңыз болса, соның барлығын разбор жасап беремін. Яғни барлық информацияны осы видеоның астындағы описанияда жазылады. Сол жерге
басып қарасаңыздар болады. Алдағы уақытта осындай видеоларды сіздерге көп жарыққа шығаруға тырысамын. Егер де ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп, лайк қойып, активно комментариялар жазсаңыздар болады. Қандай да сұрақтарыңыз болса, осы комментарияларға жазып кетіңіз, мен сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Дұрыс емес. Негізгі көрсеткіштер.